Мысық өміріңізді ұзартады. Жер бетінде ең көп тараған емшілер үйдегі мысықтар. Егер иесі олардың сенімді дұрыс қарым-қатынас орната алса, онда мысық иесінің ауру жерлерін тауып емдей алады. Олар ауырған жерге жатып, мияулап, пырылдап, жылытады, ауруды басады. Жағдай тым күрделі болса, мысық бірнеше сағат бойы науқастың үстінен түспеуі мүмкін. Статистикаға сүйенсек, мысықты жақсы көретіндер мысығы жоқ кісілерге қарағанда дәрігерге 5 есе аз барады екен. Жүрек қан тамыр аурулары. Мысықтардың иелерін инфаркт пен гипертониялық кризден құтқарған жайлы түрлі әңгімелер бар. Мысық тіпті болуы мүмкін ұстамалардың да алдын ала сезіп, иесіне түрлі тәсілдермен ескертеді. Үйдегі мысық миокард инфарктінің қайталану қаупін азайтады. Жақында жүрек талмасын өткерген адам өзінің сүйікті мысығын бірнеше минут сипалағаннан кейін қан қысымы мен импульсті қалпына келтірген. Асқазан ішек жолдарының аурулары. Мысықтарды сипалау ас қорыту үшін де пайдалы деп жазады Ауырмаңыз газеті. Қысқа түкті немесе түксіз мысықтар әдетте асқазан ішек жолдары, жыныс және зәр шығару жүйесінің ауруларын басқа мысық тұқымдарына қарағанда жақсы емдейді. Стресс пен шаршаңқылық. Мысықтар шаршауды, стрессті басып, бас ауруын жеңілдетеді, қысымды төмендетеді және импульсті қалыпқа келтіреді. Қалың түкті мысықтар Сібір, Ангора, Парсы, Бирма, норвегиялық орман мысықтары керемет психотерапевт және невропатолог. Олар ұйқысыздықтан, депрессиядан зардап шегетін адамдарға көмектеседі. Қара мысықтар адамның теріс энергиясын басқа мысықтарға қарағанда 2 есе көп алады. Қызыл, жирен түсті мысықтар адамға өздері оң қуат береді. Ал сұр көк мысықтар миыңызды тыныштандырады. Ал ақ түсті мысықтар барлық жағынан теңдесі жоқ емшілер. Иммунитетті арттыру үшін. Егер сіз күн сайын 4-16 герц жиілікте орындалатын мысықтың пырылдауын тыңдасаңыз, бұл иммунитетке жақсы әсер етеді. Ғалымдардың пікірінше, мысықтың пырылы ультрадыбысты емдеуге ұқсас. Жаралардың жазылуын, сүйектердің өсуі мен қатаюын жылдамдатады. Парсы мысықтары буын аурулары мен остеохондроз белгілерін жеңілдетеді. Өміріңізді ұзарту үшін. Геронтология институтының ғалымдары мысықтың өз асыраушыларының өміріне әсерін зерттей келе, өмір бойы үйде мысық ұстағандар мысығы жоқ адамдарға қарағанда орташа есеппен 10 жыл ұзақ өмір сүреді екен. Олардың қан қысымы жақсы және ондағы холестерин мөлшері төмен болып шыққан. Энергетикалық құрал. Биоэнергетиктер мысықты энергоақпараттық құрылғы деп санайды. Олардың пікірінше, егер мысық көбінесе иесінің басында жатса, онда ол гипертония немесе бас ауруына бейім болуы мүмкін. Егер үй жануарлары сол жақ жауырынға немесе иығында жатса, бұл жүрек аурулары барынан хабар береді. Егер мысық бүйрек проблемаларының сезінше, қожайынның арқасына, омыртқасына жатады. Мысықтың иесінің аяқтарында жатуы қан қысымының төмендігін немесе оның жиі суық тиіп ауырып қалатынын білдіреді. Бұл мақала Ауырмаңыз газетінен алынды.